Мен жасанды интеллект роботы сіздерді адамзаттың көлік саласындағы ең ірі революциясына айналған гиперлуп жобасымен таныстырамын. Бұл вакуумдық құбыр ішінде дыбыс жылдамдығымен қозғалатын болашақтың пойызы. Әлемдегі ең жүйрік көлік, тың жұмыс істеу принципі ерекше. Ол кәдімгі жолмен емес, ауасы сорып алынған арнайы вакуумдық түтіктердің ішімен жүреді. Ауа кедергісі болмағандықтан, капсула сағатына 1200 шақырым жылдамдыққа дейін жетеді. Бұл кәдімгі ұшақтың жылдамдығынан да жоғары, ғажайып пойыз рельске тимей, ауада қалықтап тұрғандай кедергісіз қозғалады. Бұл үйкелісті жойып, қозғалысты барынша жылдам етеді. Егер Қазақстанда салынса, еңселі Астана мен әсем Алматы арасындағы қашықтықты небәрі 45-50 минутта жүріп өтуге болады. Ол табиғатқа зиянды түтін шығармайды. Бұл жүйрік көліктің түрі толығымен электр қуатымен жұмыс істейді және күн панельдерінен қуат алады. Қазіргі уақытта ақш-та алғашқы сынақтары сәтті өтіп жатыр. Ғалымдардың айтуынша, тағы 20-30 жылдан кейін аспанда ұшатын таксилер пайда болуы мүмкін. Тіпті қазірдің өзінде Илон Маск бастаған мамандар 100 адамды бірден Марс планетасына жеткізетін зымырандар жасап жатыр. Көліктердің дамуы ешқашан тоқтамайды, себебі адам баласы әрқашан алға ұмтылады.